Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Ақбар Жармағанбетов, мен фитнестен кәсіби жаттықтырушымын. Сіздерге бүгін велотренажердің ерекшелігін айта кетемін. Дәл алдында тұрған велотренажердің аты Spinbike SP2021. Бұл механикалық тренажер. Қазір сіздерге қалай қолдануға болатынын көрсетемін. Осы велотренажерға отырамыз және де жаймен айналдыра бастаймыз. Ендігәрі жүрісті қиындату үшін алдында тұрған регуляторды бұрамыз. Оңға қарай бұрсақ, біраз қиындалады. Ал солға қарай бұрсақ, жеңілдетеді. Бір орташа салмақты қойып қоямыз да, асықпай жұмыс істейміз. Ал қолды мына ұстайтын жерге қойсақ, біздің пульсіміз бекітіледі. Алдында тұрған экранда бізде уақыт, пульс және де қаншама километр жүретімізді көрсетіледі. Одан басқа телефоныңыз болса, алдына қарай телефонды қойып, кино немесе музыка тыңдауға болады. Негізі осы тренажерда 30-40 минут жұмыс істеген дұрыс. Жаттығуды бітіргеннен кейін түсеміз. Орындықты механикалық түрде ауыстыруға болады. Мынаны кішкене бұраймыз, тартамыз, сосын жоғары қарай немесе төмен қарай түсіруге болады. Сосын орындықты қыстыру үшін мына жерде тұрған фиксаторды бұраймыз. Бұрдық, қыстыру үшін қыстырып тастадық. Осы тұрған орындық өте жұмсақ, қорықпай 30-40 минут отыруға болады. Басын ұзарту немесе түсіру үшін осы тұрған фиксаторды жылжытуға болады. Жоғары қарай немесе төмен қарай. Маховиктің салмағы 6 килограмм. Және де аяқ шығып кетпес үшін арнайы осындай белдіктері бар. Бұл тренажер 120 килограмм салмақты көтереді. Және де оның ұзындығы 102 сантиметр және ені 50 ғана сантиметр. Өте жеңіл, қозғалтсақты. Бұл тренажердің алдында өз дөңгелектері бар. Кішкене жоғары қарай көтеріп, жылжытуға болады. Жалпы осы тренажер 150 сантиметрден бастап 195 сантиметрге дейін адамның бойына арналған. Тренажер Шанхайда құрастырып жиналған. Осы тренажерға 2 жыл гарантия береміз. Және де Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Егер де сізге осы велотренажер ұнап жатса, төмен жақта сілтемесін қалдырамын.